Менің атым Мерлан болады, фамилиям Шотықов. Осы Сайрам ауданы прокурорының орынбасарымын. Қоғамдық мүдделерді қорғау саласы бойынша қазіргі таңда аудан прокуратурасы мен бас прокурордың бастамасымен заң мен тәртіп қағидасы бойынша біз қазір аудан көлемінде жұмыстар жүргізілуде. Нашақорлыққа қарсы, кәмелет жасқа толмағандар арасындағы өз өзіне қол жұмсау деген бойынша, суицид деп аталады, алаяқтық бойынша қазіргі таңда осы аудандағы тұрғындарымызға жұмыс жүргізіліп, бәріне түсіндіру жұмыстар жүргізіліп жатыр. Қоғамдағы құқық бұзушылыққа қарсы тұру қағидаты бойынша көптеген жұмыстар жүргізіліп жатыр прокуратура тарапынан. Сонымен қатар осындай кездесулерге ел азаматтары дейміз ғой, әйгілі спортшыларды шақырып жатырық. Сонымен қатар Қалбек ұстазымызды шақырып жатырық. Осындай жиындарға оқушылармен, жасөспірімдермен жиналыстарға қатысып, шақырып, түсіндіріп, заң қағидасы бойынша соның бәрін түсіндіру жұмыстар жүргізілуде бүгінгі таңда. Жалпы болашақта осы іс-шараларды қаншалықты ұйымдастыру жоспарланып отыр? Енді осындай іс-шаралар облыс прокуратурасымен әрдайым да жүргізіліп жатыр. Әр аудан бойынша мынау заң мен тәртіп қағидасы бойынша бұл бас прокуратураның бастамасымен жүргізіліп жатқан іс-шара негізі. Бірақ бұл да аудан көлемінде, облыс көлемінде прокуратура органдарымен жүйелі түрде өткізіліп жатқан шаралар бұл. Жалпы осы іс-шарадағы тақырыптарды атап өтіңізші, қандай тақырыптар бар? Бізде бұл іс-шарада түсіндіру жұмыстары бізде ең бірінші бұл құқық бұзушылыққа қарсы тұру, екінші бұл алаяқтық бойынша түсіндірме жұмыстары. Өйткені бізде қазір мына алаяқтық деген бар ғой, кибер преступление дейді ғой, қылмыстар, мына кибер арқылы дегеніміз, кибер преступление дегеніміз бұл жаңағы интернет мошенничество деп аталады, жаңағы алаяқтық, жаңағы суицид бағытты жұмыстар әрдайым жүргізілуде.